Elimizдің бас мұхтия Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазірет бастаған дін қайраткерлері бүгінгі үмметтің намысын жыртып жүрген, қазақ халқының алаштың намысын жыртып жүрген өр тұлғалы, ер тұлғалы азаматтың барлығы бүгін жиналып жатыр. Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, менің үмметім жақсылыққа жиналады. Олар жиналған жерде жақсы сөз айтады, жақсы тілек болады, жақсы мәслихат, жақсы кеңес қылады дейді. Бүгінгі мәслихат пен кеңестің түпкі мәні мазмұны адам ұрпағы мен бақытты арамыздағы осы қазақтың ардақты азаматы Шейх Сансызбай Қажы Шоқан ағамыздың әулетінде үлкен той болып жатыр. Міне Аллаға шүкір, бізде қыз бар екен, сізде ұл бар екен. Жалғыздық жаратушыға жарасқан, қалғанның бәрін жұп қылған Алла Тағала. Міне сонымен бақыт табады, үйлеседі, өмірдің мәні келеді, сәні келеді.